Қытырлап тұратын қиярды қысқа банкіге жабатын боламыз. Алдымен банкімізді жақсылап тұрып булап аламыз. Одан соң укроп зонтигін хренімізді саламыз. Хрен бұнда қиярдың қытырлақ болуына өз септігін тигізеді. Сосын қиярды судан алып, екі жақ басын кесіп алып, тігінен тік тығыздап орналастырамыз. Қиярдың суда болуы 2 сағаттай суда болуы қажет. Әдемі болып қатаяды қиярымыз. Одан соң осылай банкіге орналастырып аласыздардағы. Тығыздап орналассаңыз, көбірек қиярыңыз банкіге кететін болады. Үнемдей алмасаңыз банкіңізде орынды, онда қиярыңыз аздан салынатын болады. Сондықтан қиярдың көбірек салынуы ол тікелей өзіңізге байланысты. Осылай жақсылап тұрып орналастырып алғаннан кейін бетіне 4-5 данадан ашылған чесногымызды және қызанағымыз саламыз. Қызанағымызды жарып алмаймыз. Осылай орналастырып аласыздар. Одан кейін қайнап тұрған ыстық суды салып, құйып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут өткеннен кейін бұл суды төгіп тастаймыз. Мінекей 15 минут өтті, төгіп тастайсыздар. Одан кейін осының үстіне қара бұршағымызды 4-5 дана түйіршіктелген, лавр жапырағымызды 2 литрге 2 ас қасық тұзымызды, 1 ас қасық қантымызды саламыз. Одан кейін 1 аспиринді міндетті түрде қосамыз. Аспирин мұнда атылмауына өз септігін тигізеді және уксус қосып, үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, бетін бірден орап тастаймыз. Және де крышканы да алдын ала булап аласыздар. Немесе 1-2 секундқа ыстық суға салып аламыз. Осылай бетін құйып, бетін жауып, төңкеріп, тексеріп, шайқап аласыздар. Егер банкінің аузынан ешқандай су өтпесе, демек крышканың жақсы жабылғандығын білдіреді. Одан соң басын төмен қаратып, 1 күнге қалдырасыздар. Сіздермен бірге болған Әлден Гаухар. Парақшама тіркелуді, лүпіл басуды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман-есен болайық.